рекрутерім жанып кетті деп вау деп сен обязательно Гуглға өту керексің деп. Мен өтпеймін ғой, какая разница деп. Кішкене такое пофигистичное отношение ма? И маған менеджер айтты, софтвер инженер это не есть программист деп. Сенен біз чисто код жазуды күтпейміз, сенен проблеманы тауып оны шешуді күтеміз деген сияқты. Мысалға саған осыны істе десе, сен зачем деп қоя аласың, бәлкім біз жасамасақ дұрыс шығар деп. Кім программист, ол ондай change-maker емес та, просто жасайды, дуер сияқты ше. И мына жақта реально күшті, что soft skillдарын тоже дамытасың сен. Мынау аргумент, мынау деп, еще analytical skillды дамытасың, өйткені research жасайсың ғой. О, Қазақстан деп өзінің воспоминаниясын айтып, чуть не жылайын деп, және достарын есіне алып, я такой, вау, келіңіз деймін ғой Қазақстанға. Қазақстан өзгеріп жатыр деп. Келесі сұрақ логично болатын сияқты, неліктен Гуглдан кеттіңіз? Және де сол кезде мен өзімді дайындап қойдым да, все, мені шығарып тастайды деп. Неліктен мен вообще жұмыс істеп жүрмін деген сияқты. 8 сағат басқа біреудің мақсатына жұмыс істеп жатырмын. И сен программист болғанда сен всегда бірдеңе үйрену керексің. Бірақ та ол бір адамның мақсаты үшін қалайынан жақсы болушы еді, егер де мен осы 8 сағатымды алып ислам саласында білім алсам деп. Бірақ та бір-біріне жаны ашу жоқ та? Иә, біз бір-бірімізге жау ретінде қараймыз ба, сол кішкене мұңайтады мені. Европа елдері немесе жаңағыда америкалық, Япония елдері исламның қағидаларын, сүннетпен өмір сүруді больше ұстанады бізге қарағанда. Бірақ жүректерінде просто иман жоқ деген сияқты ше, сондай. Бәріне сәлем. Сіздермен бірге Digital Dala подкаст порталы. Бүгін бізде қонақта Кербез, экс-софтвер инженер Гуглдан, және мен жүргізуші Алина. Бастайық. Кербез, үлкен рахмет келгеніңізге. Бірінші өзіңіз жайлы жалпы айтып өтсеңіз. Менің атым Кербез. Мен Қарағанды қаласында туылғанмын. Қарағанды қыздар лицейінде оқыдым. 10 сыныпта Павлодар қыздар лицейіне ауысып, сол жердің түлегі болып табылам. Одан кейін выходит СДУ-да вычислительная техника и программное обеспечение деген салада оқып бітірдім. Одан кейін уже 4-ші курстың соңында мен Дар деген компанияда бэкэндер болып жұмыс істей бастадым. Ол жерде 2,5 жылдай жұмыс істедім де, одан кейін жарты жыл украинский компанияда жұмыс істедім, дата инженер болып. И одан кейін Гуглға жұмысқа орналастым. Ол жерде 1 жылдан астам жұмыс істеп шығып кеттім. Қазір более образование саласында істеп жатырмын. Жай проекттер жұмыс істеп айта алмаймын. Түсіндім. Өте андай бай әртүрлі сферадан опыт болып тұр, әртүрлі компаниялардан. Негізі жалпы Гуглда жұмыс істеу немесе Фанкте жұмыс істеу жайлы өте көп подкасттар, информациялар бар, бірақ қазақ тілінде өкінішке орай жоқ. Сол үшін бүгін сол жайлы көп сөйлесіп өтсек сізбен, өйткені мысалы тек Алматы Астанадан бөлек қалаларда көп адамдардың, балалардың, студенттердің бірінші тілі қазақ тілі де, өйткені қазақ тілінде информацияны көп жақсы қабылдайды. И ауылдағы балдар тоже мүмкін соларға үлкен бір мотивация болар, либо бір қандай да ішінде кеңестерді алар. Сондықтан осы бірінші сіздің жаңа Гуглдағы опытыңыз жайлы сөйлесек, мүмкін айтқандай, мүмкін ол информациялар бар, бірақ қазақ тілінде жоқ екеніне сенімдімін. Сол бірінші сұрағым мен сізге қойғым келгені, Google жалпы бәрі қоятын сұрақ сияқты, ол сізге Гуглға қалай жұмысқа кірдіңіз деген. Негізі мен ойымша, менің жұмысқа орналасуым кішкене басқаларынікінен өзгеше деп ойлаймын. Себебі мен өзім прям жұмысқа тұрғым келіп іздеген жоқ болатынмын. Рекрутер өзі менің LinkedIn-да профилімді көріп, ол жерде мен жазып қойған болатынмын, универ кезінде ACM, ICPC деген студенттерге арналған олимпиадада қатысқан болатынмын. Соны көріп, ол түсінген, что мен интервьюдің сұрақтарына жауап бере алатынымды, примерно дайын екенімді, сол себепті маған жазған почтама.
өзі шықты, иә, рекрутер? Иә, мен негізі ол кім екенін де білмедім. Ол айтты, вот видео звонок жасап көрейік деп. Сонымен жарайды деп жасасам, ол айтады, типа, вот мен рекрутермын Гуглдан деп. И былай жай сөйлесіп көрдік. И сөйлескенде ол сұраған болатын, қалайнан сен вообще программированияға келдің деп. И мен сол жағын түсіндіріп бергенде рекрутерім жанып кетті деп, вау деп, сен обязательно Гуглға өту керексің деп, наоборот, мені мотивировать етіп жіберді де. Вот, и жарайды деп сұрадым, максимально қанша уақыт бере аласыз дайындалуға, себебі адамдар айлап, жылдап дайындалады ғой, а мен тапа-тал түсте уже интервью жасайын деп жатырмын деп. Сосын ол айтты, давай максимум 3 апта берейін деді. Сонымен жарайды деп, как раз сол кезде мен дардан украинский компанияға көшіп бара жатқам. И 2 апта менде демалыс болды да, и сол арасында мен прям таңертең тұрып, күні бойы смартпоинтта отырып, интервьюға дайындалатынмын. И сол досымнан бір LeetCode премиум алып алдым да. Сол жерде Гуглда часто кездесетін сұрақтар деп шеше бастадым. Вот, и параллельно Телеграмда группалар бар, мок интервьюді бесплатно жасайтын. Өзім примерно сенімді сезінгенде мок интервьюлар жасай бастадым да. И ол кезде уже сен сөйлесуді үйренесің. Себебі есеп шығару ол бір бөлек, а сен есеп шығарып жатып, при этом тоқтамай сөйлеу, это басқа. Өз ойынды жеткізу керек қой, қалай шешіп жатқаныңды. Сен ана жерде прям буквально бар ойынды айту керексің де. Сен болмайды, рекрутер саған, интервьюер саған сұрақты қояды, и сен айтасың, типа, 5 минут бере тұрыңыз, мен ойлана тұрайын деген жоқ та. Сен есігіңде сразу сөйлеп кету керексің. И сол жағы негізі қиындау деп ойлаймын программистерге. Сол үшін мок интервью өте жақсы көмектеседі де. И сол жерде сол қабілетімді прокачивать етіп алдым. И бәрі сол 2 аптаның ішінде ғой, иә? 3 апта болды. 3 апта берді маған рекрутер. Сосын бірінші интервью болды. Ол жерде негізі мен жаман тапсырдым деп ойладым. Себебі бірінші есепте біз өте ұзақ тұрып қалдық та. Бірақ та мен төзімділік танытып, интервьюдің не айтқысы келіп жатқанын түсінгім келді. Яғни ол маған есеп берді, мен оны решениясын предлагать еттім, бірақ та интервьюерға ұнамай жатыр да. Сосын в какой-то момент ол айтты, осындай направлениямен жүріп көр деп. Интервьюдің үстінде, иә? Иә, и мен жарайды деп, яғни интервьюерға қарсы келмей, ол мені былай направлять етті, мен соның артымен жүре бердім де. И под конец аз уақыт қалғанда, уже екінші есепке аз уақыт қалды, негізі обычно 2 есеп болады. Сосын ол былай сөзбен сұрай салды да, сөзбен маған түсіндіре салшы деп, осындай болса деп. Сонымен сөзбен тез түсіндіріп бердім. Интервьюер жарайды деді. Сонымен под конец уже былай сұрақ қоюға болады да интервьюерға 5 минуттай. И сол кезде мен айттым, өкінішті, мен жақсы көрсете алмадым деп өзімді шынымды айттым. Сосын айтты, жоқ, біз оған қарамаймыз дегендей. Ойлау жүйесіне қараймын деген сияқты. Бәлкім, иә. Сонымен жарайды деп, өзім сол рекрутерға, интервьюерға өте қатты бауыр басып қалдым ба, өйткені ашық адам болды, маған өте жайлы атмосферада өткіздік де, өте приятно болды десем болады. Вот, и мен одан сұрадым, типа, сіз сондайсыз ба, әлде Гуглда барлық адам сіз сияқты ма деп. Сосын ол айтты, мен өзім сондаймын, плюс еще Google просто сондай компания, где барлығы сенің сондай болуыңа жәрдем береді деген сияқты. Вот, сосын бірнеше сағаттан кейін мен была уверена бар ғой, прям уверена болдым, то что мен өтпеймін. Бірақ та 3 сағаттан кейін где-то маған рекрутер жазды, типа положительно. Ол уже он сайт қой, иә? Это был бірінші интервью, жоқ, сайт емес.
И на удивление интервьюер өте керемет фидбэк қалдырыпты, айтыпты, я бы с ней хотела работать деп. Яғни вот. И қуанып мен уже он сайтқа дайындала бастағанда рекрутер мынандай бір кішкене там ремарка жасап жіберейік, он сайт деген не екен, что мысалы білмейтіндерге. Он сайт это екінші этап десе болады. Бірінші этап онлайн болды, да? Негізі, можно сказать, бірінші этап это резюме скринингде. Но просто менде ол болмады, да? Сразу звондады, да? Ой, сразу видеокол болды? Содан кейін уже келесі этап есеп шақыруға шақырды, да? Да. Сонда интервьюдің екінші этапы десе болады. Яғни бірінші интервью, бір кодингтан тұратын. Он сайт ол 3 кодинг, бір поведенческий интервью и жоғарғы позицияларға систем дизайн кетеді. И қазір білмеймін қалай, бәлкім өзгерген шығар, бірақ та сол кезде мысалға L3 позициясы это примерно джун, да? L4 примерно былайынан келтірсе, примерно middle болады. И L4-ға систем дизайн керек, L3-ға керек емес. Маған рекрутер айтты, сен давай систем дизайнды жасап көрейік деп, сені L4-ға көреміз деп, подаваться етіп көрейік деп. Айтты, сенің опытыңмен L3 болу керек, бірақ та егер де сен, мысалға былайынан айтты да, егер де сен өзіңді L3-ға подаваться етіп L4-ға көрсетсең, сен L3 позициясына барасың, бірақ та сен L4-ға подаваться етіп өзіңді L3-ға көрсетсең, то L3-ға барасың деп. Яғни бір жағынан подстраховка, вдруг сен жақсы справишься. И еще негізі Google-дың ішінде интервьюерлар оценка бергенде олар қояды да, типа примерно қандай позицияға подходит деп. И они могут на позицию выше или ниже белгілеуге. И сонда егер де мен L4-де подаваться етіп тұрсам, олар на позицию ниже максимально L3 деп көрсете алады да. И уже мен L3-ға келеді деп айтып тұрған сияқты примерно. Вот. И сол рекрутер жақтан сондай бір лайфхак болды. Ол маған предлагать етті, систем дизайнға бөлек дайындалу керек те. Ол өйткені саған мысалға айтады, маған Twitter жасап бер, маған Instagram жасап бер дейді мысалға. И сен отырып сұрақтарыңды қойып, қанша пользователь болады, анау мынау деп архитектурасын жасап беру керексің сондай интервьюда. И негізі опытымда ондай бар болды деп айта алмаймын, бірақ та маған ол жағы өте қызық болғаннан кейін мен тоже жанып, давайте деп өте қатты қуандым. И менің қуанғаным рекрутерға тоже жағымды әсер етті. Вот. И сөйтіп мен тағы дайындала бастадым, плюс уже систем дизайн, мок интервьюлар жасап, и максимально дайындалып интервьюға барғанда, во-первых, менде мынандай ұстаным болды, мен коллегамен сөйлесіп жатқан сияқтымын деп. Бұл қобалжымауға көмектеседі де. Екінші жағынан, мен өтпеймін ғой, какая разница. Кішкене такое пофигистичное отношение ма? Типа максимально өзімді көрсетіп көрейін, бірақ та өтпесем, ничего страшного деген сөйтіп бардым да. И сол негізі өте қатты көмектесті деп ойлаймын, өйткені егер де өту прям цель болып тұрса, цель жизни болып тұрса, сен ана жерде қатты қобалжып кетесің де. И реально сөйлей алмай қаласың деген сияқты. Сондай қобалжу өте жаман әсер беруі мүмкін. Сөйтіп мен өмірдің мәнін қылбасаң. Иә. Солайынан мен тапсырдым. Вот. И короче, рекрутерсын жазады, звондап сөйлесейік деп. Жоқ, это бөлек болды. Короче, потом бізде не болды, рекрутермен сөйлестік, ол айтты, тим матчинг жасайық деп. Ол уже он сайттан кейін, да? Он сайттан систем дизайннан кейін, да? Иә, яғни 5 интервью болды менде, где-то 2 күн ішінде емес, солай өтті. И ары қарай рекрутер айтты, давай сенің типа фидбэктарың не туда, не сюда болып тұр деген қылды да. Сені егер де команда тапсаң, хайринг комитеға барғанда жақсы көмектеседі деп. Хайринг комите — это когда барлық фидбэктарды жинап, сен уже комитет по наймуға
рекрутер береді документтерді, и комитет по найму шешеді саған қандай офер бере ме жоқ па деп. И соларға менің позициямды более жақсы қылдырту үшін команда тауып ал деді. Команданың өзін матчинг іздейсің ба, интерес бойынша, либо бір порталдан ба? Вот негізі оказывается сол мен подаваться етіп жатқан жерім Польша болған екен. Мен негізі білмедім де. Сіз интервьюларды қайда өттіңіз? Бәрі онлайн? Бәрі онлайн, да? Бұрында просто карантинге дейін офиске шақыратын еді, там қай жаққа подаваться етіп жатсың? Он сайтты офлайн жасайтын. Бірақ сізде бәрі онлайн өтті, да? Иә. Солай, тим матчинг қалай жасайды десеңіз, менің түсінігім бойынша рекрутер офистағы сол жердегі менеджерларға жібереді менің резюмемді. Яғни сол этапта ғана менің резюмемді сұрады да рекрутер. Сонымен мен резюмем жөндеу керек деп жөндеп жібергем. Сон бір команданы тауып берді, сол менеджермен звонок жасадық. И ол жерде уже қатты қиындығы жоқ. В основном уже мен менеджерді интервью етіп жатқан сияқты болдым. Яғни сұрақтарын сіз қойдыңыз ғой, иә? Қандай проект, қандай команда, кім бар, қандай технология деген сияқты сондай заттарды сұрап, окей деп мен рекрутерға жаздым, типа мен таңдаймын осы команданы деп, и менеджерда типа мен осы қызды аламын деген сияқты жазды, и это матч болды. Яғни екі жақта я дегенде матч болады. И сол менеджердің фидбегімен барлығымен хайринг комитеға жіберді. И ол жерде хайринг комите решать етіп маған рекрутер жазды, сөйлесейік деп. Сөйлескенде, оказывается, оның выходной күні екен, ауырып қалған екен, уже сиклиф алып жұмыс істемей жатқан күні екен, бірақ та жақсы хабарды маған айтқысы келіп, демалыс күнінде, короче, сөйлескен ғой, иә. Солайнан мен жақсы деп келістім, оферға қол қойдым, и ары қарай уже relocation процесс кетті. Полностью компания өзінің қолына алады ғой релокацию, да? Иә. Ол жерде мысалға рекрутер маған қалай көмектесті. Ол маған айтты, давай мен сол Варшавадағы сен барайын деп жатқан жердегі қазақты тауып берейін деп. Сөйтіп бір қазақ ағайды берді. Ол ағаймен мен сөйлесіп, барлық сұрақтарын қойып алдым. Ол айтты, осындай районда бізде қазақтар тұрады, осы жерде тұрсаң болады деп. Өзінің советтерін айтты. Еще неше түрлі процесстер кетеді relocation кезінде. Бірінші айға, кажется, снимать етіп береді квартира, да? Иә. Байнан ол жерде ақша беруі мүмкін. Или сен таңдайсың плюшки дейме, қалай десе болады. Яғни мүмкіндіктер. Иә. Айтасың, маған перелетімді төлеп бер, бірінші айлық жильемді төлеп бер, анау. Или сол ақшаны маған просто бере салай, мен өзім шешіп алам деуі мүмкін. Мен солай айттым. Ал оған дейін Варшавада таныс адамдарыңыз болды ма? Оказывается, болды. Білген жоқпын десең. Білген жоқпын, иә. Альхамдулилля болды. Мен бардым, однокурсницам бар екен. Ол маған сол симка, транспортный карта, сол жақтарымен көмектесіп жіберді. Вот. И там даже қайсы май, қайсы творог деген сияқты түсіндіріп берді. Қайсы сгущенка, да? Өйткені түрінен қарап түсінесінде. Польшада шынымен де сондай, что Совет одағында болғаннан кейін. Келесі сұрақ как раз вот то, что матчинг болды командамен. Қандай команданы таңдадыңыз, немесе неліктен, қандай проектпен жұмыс істедіңіз осы 1,5 жыл? Команда таңдадым дегенде Варшавада Google Cloud екен, в основном. Сіз басында барғанда ескі офисына бардыңыз, иә? Варшавада просто екі офис бар, жаңа офисі и ескі офисі Google'дың. Иә. Негізі барғанда жаңа офиста отырдық. Потом бізге постоянный орын беріп, уже ескі офистан берді, біз сол жерде отырдық.
но потом айтты болашақта жаңа офисқа көшеміз деп. Вот, но мен кеткенше дейін сол ескі офиста отырдық. Вот. Қандай сұрақ болды? Проекттер. Қандай проект? Қандай команда и проект? Команда менде выходит Google Cloud BigQuery Migration Assistant деп аталады. Яғни команданың ішінде ғой. Google Cloud бар. Оның ішінде BigQuery продукт. BigQuery деген продукт, ол үлкен данныйларды сақтау үшін data warehouse-да. И Migration деген команда, ол басқа бизнестер өздерінің системасынан көшеді, да, получается? Басқа бір data warehouse-тан данныйларды BigQuery-ға көшіргісі келсе, Migration team жауап береді. Оның ішінде ассистент, менің командам, біз сол какой-то клиент көшіргісі келгенде, біз ең алдымен оның данныйларын алып, не прям данныйларын, а мета данныйларын алып, қараймыз, базасында не бар, қандай запростар бар деп. И көшіруге қалайынан көшіру керек, қаншалықты көп данный, қаншалықты данный автоматически көшіріледі деген сияқты заттарды қарастырамыз. И плюс о жерде неде Big Data-да в основном үлкен данныйлармен жұмыс істеу үшін определенный запростар болады, query-лар болады. И олар выходит басқа data warehouse-да синтаксисі бөлек те болуы мүмкін. И BigQuery-да синтаксисі бөлек болуы мүмкін, Ол translation үшін, яғни аудару үшін басқа команда жауап береді. Бір тул керек, да, который? Қалай? Бір тулда translation болады ма, ауыстыру үшін? Сол басқа бір бөлек команда соны жасайды, сол translation-ды жасайтын софтвер жасады. Біз соларды қолданамыз. Яғни біз все-таки бір целда плагин сияқты ғой, который, да, что ауыстырып береді. Иә. И солардың данныйларын алып кетіп репорт жасап береміз. Яғни біздің софтвер ол анализ жасап береді, и ең соңында репорт береді. Вот сенде осынша данный, осынша уақыт алады, осынша ақша алады, осындай зат автоматически істелінеді, осыны қолмен істеу керек, мынаншасы қиындау болады, мынаншасы жеңіл болады деген заттарды. Сіздерде система, получается, то, который аутпутқа дает репорт, да, отчет береді, что? Окей. Сондай проект болды. Қызық команда екен, да, что BigQuery-ға қазір, кажется, көп сөйтіп жатыр, еще Cloud-ға. Келесі сұрағым, сіздерде қандай именно сол жалпы Google-да жұмыс істегеніңізде өзіңізге үлкен бір сабақ ретінде алған затыңыз, немесе үйренген затыңыз. Даже не обязательно, что техникалық заттар ше, технический, может быть, софтверный, жаңа сіз айттыңыз ғой, осындай адаммен жұмыс істегім келеді деген сияқты ше, что бүкіл адамдар nice, вежливый деген сияқты ше. Сондай бір алған бір инсайтыңыз ба, немесе үйренген затыңыз ба, содан кейін өміріңізде, немесе сіздің behavior деп айтады, сіздің қарым-қатынасыңызда, немесе поступкаларыңызда қандай да бір өзгерістер болды ма? Google-дан кейін, либо не үйрендіңіз? Үйренген затым, былай айтыда софтвер инженер болып жұмыс істедім ғой. И маған менеджер айтты, софтвер инженер это не есть программист деп. Типа сенен біз чисто код жазуды күтпейміз, сенен проблеманы тауып, оны шешуді күтеміз деген сияқты. Problem solver, да? Кей кезде проблеманы шешу ол іспен шешілмейді деген сияқты ше. Возможно, шешімі кодта емес, басқа бір затпен шешіледі деп. Кейде, возможно, ештеңе істемеу керек деген сияқты заттарды айтты. Маған сол қызық болды, себебі мен всегда код жазып жүрген адам болатын. Екіншіден, Google-да өте көп документ жазады. Любой бір идеяны представлять еткің келсе командаға, онда сен документ жасасын, соны подтверждать ететін, justification жасайтын, яғни. И сөйтіп мен документ жазып үйреніп алдым. И қазір любой затты мен документке жазамын да. Маған солай уже жеңілірек version 1, version 2 деп. Солай.
тағы не өзім сол неге яғни бұрын жұмыс істегенде маған тек айтатын осыны істе и мен соны істейтінмін. Бірақ та Google'да более свобода берді сұрақ қоюға. Мысалға саған осыны істе десе, сен зачем деп қоя аласың, бәлкім біз жасамасақ дұрыс шығар деп. Или вообще проектті сен біліп тұрсың ғой, и оның жаман жақтарын өзің көріп тұрсың, и оны көтере аласың да, опять же, документ жазып, командаға представлять етіп, мен осылай қарап көрдім, мына жерде, біз бұрын талқыламаған проблемаларды көріп тұрмын. Және де оған мен осындай шешім предлагать ете аламын деп жасайсың. И тағы бір қызығы, вообще саған мысалға бір тапсырма бергенде, ол үлкен бір зат болуы мүмкін де, и сен оны соңына дейін іске асыру керексің. Және де ол не означает, что ол только сен істейсің. Сен опять же сол документті жазып, осындай проблема, оны шешу үшін мен мынандай шешімдер таптым. Бірінші шешімнің мынандай жақсы жақтары бар, мынандай жаман жақтары бар. Екінші шешімде осындай жаман жағы бар, жақсы жағы бар. Бірақ та ол бірінші шешімге қарағанда лучше, потому что осылай аргументы. Иә, солайынан и үшінші шешім ол вообще типа и ананы не деді деп сөйтіп түсіндіріп айтасың командаға, и команда бүйтіп митингте отырады да, и айтады, сен мына жағын ойлап көрдің бе дейді де. Егер де сен ойласаң, сен айтасың, ол былайнан деп түсіндіріп бересің. Или же коллегаларың саған жаңадан бір ой салу мүмкін де, осындай да шешім негізі болады ғой деген сияқты. Сондай поддержка бар. Сол жағы маған қызық болды. Еще софтвер инженерге, мысалы программистке деп айтайық, жаңа бірақ сіз айттыңыз екеуі екі түрлі деп айтты деп ше, өте қиын ғой қандай да бір шешімдерді доказывать, что ол жұмыс істейтін шешім деп ше. Обычно кім программист, ол ондай типа change-maker емес та, просто жасайды, дуер сияқты ше. И мына жақта реально күшті, что soft skillдарын тоже дамытасың сен, мынау аргумент, мынау деп еще аналитикал скиллды дамытасың, өйткені ресерч жасайсың ғой. Сол жағынан күшті, что адамға солай развивать дамуға шанс береді да, мүмкіндік. Рахмет, күшті жауап болды, өзіме де көп инсайт алдым. Жаңа сіз де өзіңіз айтқаныңыздай, подкастқа дейін, что Google-дың өзінің технологиялары бөлек, сол үшін мынандай сұрақ қойғанда, мысалы именно менде мынандай сұрақ етінде, қандай методтар немесе технологияларды үйрендіңіз, сізге который либо күшті әсер берді, либо сіздің продуктивностіңізді жақсартуға көмек берді деп, мысалы қазір бәрі agile, kaizen там айтады ғой, сол жағынан мүмкін сол жағынан айтып көрерсіз, может бір өзіңізге вау болған нәрсе болған шығар андай. Либо даже өзіңіздің істеріңізді сол Google-да жұмыс істегенде, либо басқа қазір жұмыс істегенде пландауға көмек берген деген сияқты ше. Жаңа сіз айттыңыз, күшті документ деп үйрендіңіз деген сияқты ше. Ол тоже күшті тул, особенно корпорацияда жұмыс істеген кезде, либо даже стартапта. Бірақ стартапта үлгермейтін сияқтысың документировать етіп. Жалпы, вот осылай айтқанда, что қандай технологиялар, методтер көмектесті сізге продуктивностіңізді арттыруға? Менің ойымша, ол жағынан Google-дан ештеңе алмаған сияқтымын. Больше өзім құрастырған бір методтар болмаса, не айтса болады, ол жақта... Если жалпы ондай не болмаса, можем пропустить. Бір қызығы, мысалға, ол жерде email-мен өте көп жұмыс жасайсың да, Gmail-мен. Ол жерде өте көп нелер келеді, хаттар келеді, и неше түрлі там группалар бар, кейбіреулері типа қыдыруға арналған, анандай сфераға, развлечение, там мұсылмандардың обществосы, қазақтардың обществосы, барлығы бірдеңе істеп жатыр. И соны сортировать етіп үйрендім деп те. Бірақ та қазіргі өмірде керегі жоқ, бірақ та сол жерде соны үйретеді, өйткені
реально ол жерде өте көп хат келеді де, келе берсе сен сортировать етпесең, оны оқып мынаны мынаны істеп қойдым деп сортировать етпесең, ол жерде поток информациямен жұмыс істеу ғой, иә, что жоғалып кетпес үшін, ну типа адасып мида каша болып. Окей, тағы да бір қысқаша может быть сұрақ болар. Қандай қиыншылықтармен кездестіңіз? Мысалы, көшу барысында не обязательно жұмыспен ше, мысалы, жаңа культура, жаңа адамдар деген сияқты ше, жаңа мемлекет сіз үшін, кажется, бірінші рет басқа елде тұрған опытыңыз, тәжірибеңіз, сонда қалай мүмкін жеңе білдіңіз, либо қалай overcome дейді соны? Менің ойымша, мен ойланбай істей бердім. Активатор болдыңыз да? Ол жағын білмедім, бірақ та яғни типа мен бара жатырмын деген осознание болмады да до конца. Сол себепті жеңіл келді. Overthinking тапсытасыз ғой? Возможно, иә. Мен тырысып көрейін, қарап көрейін деп бардым. Сол relocation процесі альхамдулилла жақсы өтті. Қиыншылықтар болды деп айтпас едім. Сол бардым. Сон как раз так получилось, что бір құрбым көшіп бара жатты квартирадан, и мен соның квартирасына кіре салдым да. И тоже более центрда, более жақсы бағамен мен қатты квартира іздеп қиналмадым. Бірақ та көбісінің проблемасы сол квартира табу болды. Ары қарай там банк, карта, анау маған көмектесіп жерді құрбыларым. Адамдар жақсы болды. Былайнан приветливый, күліп сөйлесетін. Былайнан болды, негізі мен Польша білмеймін ғой. Мен барып мысалға остановканы таба алмай тұрсам, бір адамға жақындап айтам, типа мына осы остановка ма картада көрсетіп тұрған деп ағылшынша сұраймын. Сосын ол адам маған сынық ағылшыншасымен жауап береді де, и бір уақытта сұрайды, типа орысша білесің бе дейді. Сосын мен иә білемін деймін де, и біз орысша сөйлесіп кетеміз. Өйткені ол кезде Украинадан өте көп адам келді де, и көбісі орысша сөйлей алатын. Вот, негізі поляктар өздері ағылшынша жақсы біледі, үлкен адамдары да. Неге десеңіз, оларда кинотеатрда озвучка Польша не всегда жасалады. Олар субтитрді қоя салады да, оригинальный звукпен көре береді кинотеатрда. Бізде мысалға барлығы орысша болады ғой, өйткені Россияда көреді деген сияқты орысша. Олар ағылшынша көре береді, просто субтитрін оқи береді деп орысша. Сол себепті олар ағылшынша үйреніп қалған уже. Вот, ағылшынша мен сөйлесең нормально. И орысша да түсінетіндер бар, иә. Ең жақсысы қазақ тілін білу. Өйткені қазақша сөйлесең сен ешкім түсінбейді де. Орысша сөйлесең түсініп қою мүмкін деген сияқты. Мен тоже жазда Польшада болған кезде Варшавада Убердегі таксистім осы Қазақстанда болған екен, служить еткен екен. И маған Қазақстан деп өзінің воспоминаниясын айтып, чуть не жылайын деп, және достарын есіне алып, я такой, келіңіз деймін, Қазақстанға, Қазақстан өзгеріп жатыр деп. Мен жауап бердім бе? Иә, қиыншылықтар. Негізі бір қиыншылық болды, именно жұмыс сферасында, это импостер синдром. Ол бүкілінде болады. Ол Google-да бүкілінде екен. Мен негізі ол понятияны білмедім. Бірақ та Google-ға келіп бірақ ести бастадым да. И барлығы, менде импостер синдром деп жүреді. Сол жайлы посттарды көргем Google-дағы импостер синдром деген сияқты. Медиумда. Менің ойымша, мен ол қиыншылықты жеңе алмадым десем болады. Мен әлі қалай, кешіріңіз бөліп жатқанда, импостер синдром қазақша қалай аударылады? Синдром самозванца, өзіңді біреуге санау, либо өзіңді сенбеу, өзіңді артық сезіну, бәлкім сондай бір. Наоборот, жеткіліксіз сезіну. Бірақ шын мәнінде жеткіліксіз сезіну. Сол обществода мен артықпын, кірмеймін деген сезімді. Жетпеймін, оларға жетпей тұрмын деген сезім ғой. Олар бәрі менен жоғары, бір бас, екі бас, мен ондай емеспін деп өзімді қателікпен мұнда кіріп мен случайно кірдім деген сияқты. Как я сюда попала деп. Бөліп жардым, сори, жалғастыра беріңіз. Сол
Мне кажется, мен өзім как адам сияқты барлық жерде сондаймын, не только Гуглда. Вот. Қыздарда ұлдарға қарағанда көп болады деген статистиканы көргенмін. Келесі сұрақ. Кішкене Гуглдың мәдениеті жайлы сөйлесек, культурасы. Гуглдың? Сізге несімен ұнады? И содан кейін сразу келесі сұраққа жалғастырып кетсек, сіз алған мүмкіншіліктер, возможности, даже жаңағыда айтқанда тегін тамақ та, сондай сияқты бір-екі тез жалпы. Культурасы маған ұнағаны, мен келмей жатып, сол Варшаваға маған менеджер жазады, бізде тимбилдинг болады дейді, сен келгенде тимбилдинг жасаймыз. Сол кезде типа сен немене жейсің, немене жемейсің, бірдеңе істеуге бола ма, болмай ма деген заттарды сұрап алды. Это уже нені көрсетіп тұр да, инклюзивити, яғни барлығына жақсы болу үшін сондай сұрақтарды қойып жатыр. И мен түсіндірдім, айтып бердім, то что как раз мен баратын кезде Рамадан болады да. Вот мен ораза ұстаймын, мен осындай уақытта тек тамақ ішемін деп. Сосын айттым, маған намаз оқу керек деп, маған тамақта мынандай болмайды деп. Халал болу керек деп. Иә, и олар, мен айттым, болады егер де там морепродукты болса деп, и соның барлығын учитывать етіп істеді де, организовать етті. Сол жағы, яғни инклюзивити, иә. Екіншісі, сол офиста намазханалар бар, маған сол ұнады. Және де любой комьюнити, яғни группа людей өзінің идеясын ұсынса, Google оны істей береді де. Жарайды, істей бер деп есіктерін аша береді. Мысалға, Рамадан кезінде комьюнити, сол мұсылмандар обществосы, Google'дағы олар айтты, типа, давайте бір ай бойы сендер халал ет бересіңдер ужинға деп. Былайнан аптасына 2 рет беретін обедке. Сол сияқты ыңғайлы заттарды істеп береді. Сол. Еще өте күшті даже ивенттерді организовать ететін кезде бәрін жазады ғой. Қандай не жасауға болады, не жасауға болмайды деп әркімнің шекарасы бір-бірінен өтіп кетпесін ше. Сол жағынан өте ұнайды, что өте үлкен уровеньда, что өзіңді реально комфортно сезінесің. Мысалы, сенің орамалына қарайды да, халал фуд, қазір алып келіп беремін халал фуд деп солай жасайды да. Сол жағынан өте ұнайды, что бөлек сен үшін намазхана істеп береді деген сияқты ше, болмаса да. Сол негізі сұрасаң істеп береді. Яғни қажет екенін көрсетсең, есіктерін ашып береді. Гуглда ең ұнаған зат сізге? Сіз мүмкіншіліктер туралы сұрадыңыз, мен жауап бермедім. Мүмкіншіліктер жаңа алдыңғы сұрақта да? Яғни қандай возможности дает, да? Иә, негізі былайнанда ол жерде кажется, именно софтверге байланысты, сенің салаңа байланысты курстар алғың келсе, они бесплатные. Егер де қатысты емес болса, мысалға мен басқа французский тіл оқимын десең, тоже олар частично төлеп бере алады деген сияқты. Вот. И медицинская страховка өте жақсы. Мен қолданып алдым деп. Вот. Сын мынандай тағы бір мүмкіншілік бар. Мысалға, мен өзім қолданбадым, бірақ та құрбым бар сол қолданған. 20% project деген болады. Ол жерде сен, яғни 20% уақытыңды, яғни 5 күннің бірін өзің қалаған бір проектке кіріп істейсің де. Ол мысалға көмектеседі, егер де сен команданы ауыстырғың келсе, сен заранее сол команда қандай екенін көргің келсе, мысалға. Сол команданың тасктарын шешесің ғой. Иә. Сол, яғни 5 күннің бірін сен сол командада жұмыс істейсің де. Вот сондай мүмкіншілік бар, мысалға. Соны да айтса болады. Күшті, иә. Қайттан жаңағы сұрақ, ең ұнайтын зат Гуглде? Тамақ. Тегін тамақ, иә. Тегін тамақ, иә. Иә, даже отбасылармен келіп, кешкі тамақтарын ішіп кетеді, иә. Иә, ондай да бар. Безлимитный кофе любой уақытта келіп жасатып іше бересің деп. Өзінің баристасы, да? Иә, и негізі барлық Варшавада раф
кофе раф бар ғой, Google'да ғана болды деп те. Себебі бізде сол кофені жасайтын украинка болды. Ал раф мен жақсы көремін, просто ол именно медовый ма? Медовый емес, обычный. Обычный, да. Просто часто медовый заказ берем. Сол, и раф, оказывается, СНГ-да ғана популярный, да, Польшада ондай жоқ. Сол украинка жұмыс істегеннен кейін бізде сондай болды. Как раз өзіңіздің кофені тауыпсыз. Қандай кеңестер берер едіңіз Google-да жұмыс істеу үшін? Жұмыс істеу үшін, яғни жұмысқа өту үшін? Иә, өту үшін, жалпы. Негізі беретін кеңес көп. Жалпы давайте былай, үшеуін ең басты. Негізі ең басты десе, ол уже айтылған заттар болды. Жаңа есеп шығару деген сияқты, иә? Иә, олар енді лид-кодта есеп шығару тоже очевидно сияқты. Былай істейік, көбісі біле бермейтін заттар, өзім байқаған. То, что егер де рекрутермен жақсы қарым-қатынас болса, ол до конца сен үшін істеуге дайын болады да. Менде альхамдулилля сол жағынан жақсы болды. Өйткені под конец маған оффер беріп тұрғанда, ол айтты маған, егер саған оффер бермейтін жағдайда, мен апелляцияға берер едім деген сияқты. Яғни ол уже сеніп тұр да, мен өтуім керек деген сияқты. И сол себепті бар күшін салуға дайын болды. Ол өте жақсы, сіз үшін өте жақсы болады. Екінші кеңесім қобалжымау интервьюда. Өйткені ол жағынан накосячить етсеңіз қиындау болады. Это все-таки көп уақыт соған дайындалып келе жатырсыз да. Бір күнде. Моменте, қобалжып қалып, бұзылып қалуы мүмкін де, иә. Вот. И значениясын түсіру керек қой. Просто, иә. Бәлкім, иә. И мынандай бір қызық лайфхак десем болады. Рекрутердан өте көп сұрап алу керек. Сіз мысалға менен сұрап жатырсыз да, қалайынан өту керек, қандай совет бересің деп. Бірақ та рекрутердан сұраса, ол жақсы жауап береді. Мен мысалға сұрадым, қандай қателік бар? Көп кандидаттар сол қателікті жасап өтпей қалады деп. И ол маған соны айтып берсе, мысалға мен уже білетін боламын да. Біреудің қатесінен үйренемін деп. Қандай кандидаттар қандай қателік жібереді, бірақ та олар ол қателіктің сондай маңызды екенін білмейді деген сияқты. Мысалға, там всегда сұрап отыру керек интервьюердан, сені түсініп жатыр ма жоқ па. Сен мысалға кодты жазып, мен очевидный затты жазып жатырмын деп істей бересің, бірақ та интервьюер түсінбей жатса, сен не істеп жатқаныңды, онда ше ол қалай саған фидбэк береді деген сияқты. Ол сенімен контактта болу керек те. Сол себепті сен әрдайым сұрап отыру керексің, сіз мені түсініп жатырсыз ба деп. Мына жерін түсіндіңіз бе, тағы да түсіндіріп жіберейін бе деп. Вот. Сондай моменттер бар. Негізі технический жағынан тоже көбісі қателік жіберетін, ол сразу негізі интервьюда оптимальный код жазған жақсы да. Бірақ та егер де сен оны жаза алмасаң, лучше не оптимальный кодты жазған. Сен басыңда біліп тұрсың, мысалға не оптимальный код, который ұзақ жұмыс істейді, оны точно 100% жаза аласың, бірақ та басыңда тағы да оптимальный код примерно решениясы тұр. Бірақ та полный структурасын көрмей тұрсың да. Түсіндіргенде интервьюерға шала-пала түсіндіріп тұрсың, бірақ та идеясы примерно дұрыс деп тұрсың. Лучше не рисковать и оптимальныйды жазбау, себебі жазу барысында шатасып кетіп, вдруг поймете, жоқ, это оказывается нерабочее решение деп. Сол себепті подстраховка, лучше решить, лучше дописать код, чем не писать. Түсіндім, күшті жауаптар, рахмет көп. Келесі сұрақ, логично болатын сияқты, неліктен Google-дан кеттіңіз? Негізі өте көп факторлар болды. Мысалға, Google-ға келгенде тренингтер болады. Түсіндіреді сізге, вот біз осындай үлкен цель үшін жұмыс істеп жатырмыз, қаншама адамға осындай мүмкіншіліктер беріп жатырмыз деп. И жұмысқа тұрғанда сенде чувство, что сен какой-то үлкен бір миссияның
роль сол жолда келе жатырсың деп. Біз барлығымыз отбасы деген прям чувство болады да. Бірақ та ол чувство болды, и жамандай оны құртқан лейофтар болды. Лейофтар басталғанда өте көп историяларды LinkedIn-нан оқисың, адамдар эмоционально жазады. Сол жағынан менде осознание келді, то, что все-таки мен работникпін. И мен бұл жерде өзімнің де мақсатым болу керек те, өзім үшін деген. Сол жағынан мынандай болды да, Google-да істеп жүргенде білмедік, кім қашан лейоф болады деп. Именно Варшавада, Польшада кішкене заң работникті қорғайды да. Сол себепті өте көп процесстер болды. И өте ұзаққа созылып кетті. И барлығы ішінен толқып жүреді, не болады екен, мен шығарып жібереме деп. Себебі ол жерде тревожное состояние, да. США-да ол жағы өте қатты болды, өйткені бір күні бір мезетте шығарып тастады, а бізде созылып кетті. Және де сол кезде мен өзімді дайындап қойдым да, все, мен шығарып тастайды деп. Мен уже дайындалып, так, мен дальше не істеймін деп пландап қойғанмын да. И так получилось, что Варшавада, по идее, программистерді вообще не увольняли. Заңдылыққа байланысты компанияға невыгодно было. Но все-таки мен уже дайындалып қойдым деп. Кетемін деп, чемодан жинап. Бір мезет бір причина сол болды. Екінші причина былай болды да, маған коллега мұсылман келді Бангладештан, менің командамда. И ол келгенде сразу ашық түрде маған айтты да, мен мында бір жыл жұмыс істеп кетуге келдім деп. Яғни резюмемде Google деп жазылған қаладым дейді. Себебі менің мақсаттарым бұл компанияда емес, мен басқа істерді істеймін, бірақ та резюмемде Google-дың болғанын қалар едім деп. Ол уже сөйтіп пландап қойған. И мен ойладым, сондай да адамдар бар екен деп. Тағы бір мезет влиять еткен, это мен негізі Google-ға бармай тұрып, до этого, білмеймін, 3 ай бұрын, возможно, покрылась, да? Яғни Қазақстанда мұсылманның өмір сүріп көрмедім. Сол себепті мен Варшаваға барғанда маған барлығы нормально болды. Яғни мен шығу үшін барлығын санаймын да. Мен ана жаққа барғанда тамақ ішіп, қыдырып, үйге келіп, намаз оқуға үлгеремін бе деп. Мен ол жаққа барғанда онда қандай тамақ болады, анау деп барлығын санап рассчитывать етіп қоясың да. И ол маған нормально болды да. Мен ойладым, так и должно быть деп. Бірақ та қыста мен ата-аналарыммен қыдырып Стамбулға бардым. Сіз айтқаныңызда мен бұрын шетелде болмадым да. И мен Стамбулды көріп өте қатты таң қалдым. Яғни ойламай шығып кетесің қыдыруға. Азанды естисің де, Google Maps'тан іздейсің мечет деп. И максимум 3 минуттық жерде тұрады да. Кіріп, омовение алу керек болса алып, намаз оқи саласың сол жерде дегендей. Мен соған өте қатты таң қалдым. Сондай ыңғайлы жағдайлар болғанына. И мен ойладым ішімнен. Мен негізі до этого пландап қойғанмын. Әр айда Европаның бір еліне барамын деп. Сөйтіп, бюджетімді да солайынан бөліп жүретінмін де. Стамбулға барғаннан кейін ойладым да, неліктен мен Европада жүрмін деген сияқты. Неліктен мен ол жақты көргім келіп тұр, егерде мен мұсылман мемлекеттерін көре алсам деп. Сол жағы влиять етті. Причиналар көп деді. Негізі Инстаграмда бір апай бар, Иман Қуанышқызы деген.
мен соны өте көп оқимын. Және де ол өте қызықты темаларды қозғайды да, түсіндіріп береді. Яғни неліктен олай, анау мынау деген сияқты. Яғни әйелдің рөлі деген сияқты, жұмыстың влияниясы, феминизм, психология, сондай темаларды қозғайды. И олардың тамыры, корень қайда жатқанын түсінгенде көзің ашылады да. И мен как раз сондай темаларды қозғаған болатын, карьера деген сияқты. И мен оны оқып ойландым да, неліктен мен вообще жұмыс істеп жүрмін деген сияқты. Негізі мен 10-шы сыныпта программированияны жақсы көріп істедім де. 10-11 сынып мен прям жанып тұрып олимпиадамен айналыстым. Одан кейін универге мен өз қалауыммен бардым, маған ол ұнады. Бірінші жұмыс орным машалла керемет болды, маған технология жағынан өте қатты ұнады. Дар өте үлкен толчок алдым ал жерде негізі. Бірақ та проект жағынан именно екінші компания, сол украинский компаниямен Google-да прям керемет, вау деген эффект алмадым өзім үшін. Мына жерде менің упущением то, что командадан зависит. Командадан, проекттен зависит. Егер де істеп жатқан ісің сенің қалауыңмен сәйкес келмесе, все-таки қатты ұнатпауы мүмкін де. Satisfaction болмайды да, что сен жұмыс істеп жатыр. И вот, и мен түсіндім де, то, что в принципе проект прям қатты жүрегіме жағып жатқан жоқ. Яғни қызықты, кейде тасктар қызықты, развиваться қызықты, командада адамдар жақсы, барлығы жақсы. Бірақ та хочу ли я этого деген сияқты бір ой келді. Менің ба желанием ба, мен қалауым ба деген сұрақ қойылады ғой. И негізі мен ең басынан да қатты тырыспадым да ғой Google-ға өтуге, ол менің мақсатым болған жоқ. Мен тырысып көруге келдім. Вот, и тоқтап ойланып қараса, қатты осы жерде мені ұстап тұрған ештеңе жоқ деп ойладым. Яғни ол кезде мысалға Европамен путешествовать ету деген негізі қызықты, қарап көрсе, бірақ та цель жизни емес те. Вот, Европада тұру тоже маған мақсат емес. Google-да жұмыс істеу мақсат емес. Анандай проектте жұмыс істеу тоже мақсат емес. Можно было Google-дың ішінде негізі проекттерді ауыстырып жүруге болады. Бірақ та менде уже құндылықтарым өзгеріп, мен ойладым, лучше мен өйтіп жүрмей ақ қояйын деп шықтым. Тағы қандай себеп болып еді? Тағы бір жайт, мысалға, мен айтқандай, негізі мен қазақша білмеймін қалай болады, бірақ та орысша практиковать религию деп айтады ғой. Мен мысалы Google-ға негізі 2,5 жыл бұрын бастадым практиковать религию. И ол Google-ға бармай тұрып, көп ұзамай, бастағанмын. И негізі барғанда менің білімім жоқ болды да, исламда өте аз болды. Ал бірақ та коллегаларым, оларға қызық қой, олар вообще покрытый адамды бірінші рет көріп тұрған шығар деп. Олар сұрайды да, сен неге пост ұстайсың, оның қандай пайдасы бар деп. Өкінішке орай мен әдемілеп ондай сұрақтарға жауап бере алмадым да. Өйткені бізде Қазақстанда это ұстау керек, типа қатты түсіндірілмейді. И ешкім ондай сұрақты қоймайды да. И сол кезде мен түсіндім, менің білімім жоқ екен деп. И сол жағынан мен ойладым, маған білім алу керек деп. И тағы мынандай ой болды да, мен все-таки құндылықтарым өзгеріп жатты. И мен ойладым, мен қазір отырмын, 8 сағат басқа біреудің мақсатына жұмыс істеп жатырмын. И сен программист болғанда, сен всегда бірдеңе үйрену керексің. Всегда бірдеңе оқып, үйреніп жатасың. Яғни мен 8 сағат бойы бірдеңе үйреніп жатырмын да.
бірақ та ол бір адамның мақсаты үшін. Маған өзіме үшін как адам үшін қатты пайдасы болып та жатқан жоқ шығар деп. И ойладым, қалайынан жақсы болушы еді егер де мен осы 8 сағатымды алып ислам саласында білім алсам деп. Сол ой тоже себепкер болды. Солай сіз кажется жаңағы ислам бағытында универге түстіңіз, иә? Иә, маған коллегам сол жердегі советовать еткен. Сол жерде оқыдым. Ол жақта оқуыңыз ұнады ма? Ұнады. Негізі ойладым, біз уже кажется келесі парт өміріңізге көшіп жатқан сияқтымыз. Бәлкім, иә. Негізі ол жерде это онлайн университет болды да, лекцияны любой уақытта оқи бересің. Тест любой уақытта тапсыра бересің деген сияқты универ. И мен қарадым, Қазақстанда Нұрмұбарактың өзіне жазып сұрадым, қалайынан деп. Олар айтты 700 000 деді. И мен и только офлайн екен. Маған ол келіспейді де. Мен білмедім, мен Қазақстанға келіп жұмыс істеймін бе, істемеймін бе. Ну, как бы бакалавр 4 жыл, мен 4 жыл офлайн универге барам деп коммит жасай алмаймын да. И сол себепті сол магистратура 2 жыл емес па? Мен сол бакалаврды ғана қарастырдым. Мен сұрағанымда солайынан жауап берді де. Тексеріп көру керек. И қазір вот мен іздестіріп жатырмын именно Қазақстанда қай жерде мен діни білім ала аламын деп. Сол қазір мен таптым бір платформа, сайт, где солайынан онлайн түрде тоже үйрететін. Иншалла тағы іздестіріп қарап көру керек. Иә, вот жаңағыдай мастерске көрсеңіз болады, Нұрмұбарактың теология бойынша немесе ислам білімдері, ну сол теология бойынша көріңіз. Жақсы. Бірақ мен точно деп айта алмаймын, мен естуім бойынша, көруім бойынша. Қазақстанға жаңағыдай айтқандай 2-ші партқа өтіп кеттік деп. Мен қойғым келген сұрақ, мынандай Қазақстанға келгенде, мысалы Польшада 1,5 жыл, ол тоже үлкен тәжірибе ғой. Басқа елде жаңағы өте керемет, мысалы көп адамның қалауы, компаниясында жұмыс істедіңіз деген сияқты ше. Осы жаққа келіп индустрияда немесе education, вообще культурада, мәдениетімізде да, немесе вообще өмір сүру, лайфстайл деп айтады ғой, либо адамдарда қандай да бір гәп көрдіңіз? Гәп деген разница, которую можно улучшить, жақсартуға болатын. Мені өте қатты мұңайтатын, то, что, кажется, қазақтар чуть злее, чем люди добрые. Вот, и мен сол қатты мұңайтады, себебі менің ойымда, типа, давайте барлығына жақсы болатындай істейік деп. Мысалға, бірдеңе болмай жатыр ма, көмектесіп жүрейін деген сияқты. Бірақ та бір-біріне жаны ашу жоқ та? Иә, біз бір-бірімізге кішкене бүйтіп жау ретінде қараймыз ба, сол кішкене мұңайтады, иә, мені. Мысалға, былай болды да, Алматыға мен негізі келгеннен кейін ата-аналарыммен Шығыс Қазақстанда тұрдым да. Бірақ та недавно жарты ай бұрын ба Алматыға келдім. И байқадым да, даже элементарно автобуста отырғанда, артқы жағына отырсан, ана жерде біткен жабық бір перегородка сияқты бар да. Ол жерді маркермен жазып тастаған неше түрлі қылып. И мен соны ойлаймын да, зачем так делать? И даже ой болды, өзіммен моющий средстволар алып отырып жуып отырайын ба деп. Негізі істеуге болады солайынан. Вот. Сон ойланып қалдым сол кезде. Неге олайынан болып жатыр, неге біз имуществоны құрта береміз, неге оны сақтау жағына қарамаймыз деп. Вот. Өйткені ондай заттарды байқамайсың да Европада. Все вроде чисто, таза, білмеймін, бәлкім олар жазғанда всегда жуып тұра ма, ол жағын білмеймін. Это да ғой, Европа елдері, немесе жаңағыда Америкалық, Япония елдері исламның қағидаларын, сүннетпен өмір сүруді больше ұстанады бізге қарағанда. Бірақ жүректерінде просто иман жоқ деген сияқты ше, сондай
что идеальный мұсылманның өмірі солардан көрсем болады, что жаңа біреуге күлу керек, мысалы сен даже мусорға мынаны жерге тастай алмайсың, өйткені әр ұстаған затына сен сұралынатынын білесің деген сияқты ше, олар сондай бір ниеттермен жасайды, что уже культурасына сіңіп кеткен мәдениетіне. Ал бізде ондай жоқ деген сияқты ше, что көп даже кейбір заттарына қарасаң, олар сүннетпен өмір сүретін сияқты да, бізге қарағанда. Біз ол сүннеттерді сосын енді біліп жатырмыз ол сүннет екенін. Сондай қызық, такой ресерч жасап көрсек болады. Қазақстанға қазір келгеннен қандай проекттермен жұмыс істеп жатырсыз? Если бір айтуға болмайтын зат болса, айтпақ қойсаңыз болады. Жалпы қандай планыңыз бар? Жаңағыда қандай проекттер жасағыңыз келеді осы Қазақстанда? Не ұнап жатыр, не ұнамай жатыр? Такой overview. Мен негізі қайтып келгенде прям планым болған жоқ болатын. Мен сол білім алып жүре тұрам деп ойлағам. Бірақ та түсіндім менің бос уақытым бар екенін. Сосын ойладым, мен бәлкім жұмысқа тұрып көрермін деп, именно ислам сферасындағы компанияларды қарастырып көрдім. Бірақ та вакансиялары болмады ма, сондай болды. Сосын мен қатты тырыспадым, жарайды деп қоя салдым да. И именно вот Қуаныш Бейсектің айтқан идеясы маған қатты ұнады. Біз яғни уже балаларды ойлап, оларға білім беру жағын қарастыру керек те. И мен сол салаға кіріп көргім келді. Education, да, білім беру. Education, образование жағынан, иә. Бір проект ол сіз маған советовать еткен Шырақ Education Атырауда, олар Атыраудағы ауылды жерлердегі мектептегі балаларға білім береді. Именно программирование, дизайн салаларынан. И сол жақта, иншалла, мен олимпиадный программирование үйретіп жатырмын. Екінші проект... Онлайн ба? Атырауда болғаннан кейін. Я онлайн, иншалла, егер де олар нелер жасаса, лагерь сияқты, мен баруға дайынмын ол жаққа. Вот. Екінші проект тоже образовательный сферада. Именно курс жасау программированиядан балаларға деген. И үшінші проект... Қазақ тілінде ма? Қазақ тілінде, обязательно. И үшінші проект ол программированиядан. Мен жақында Digital IT Umma форумға барғам. Сол жердегі адамдар хабарласып, командасына шақырды. Тоже IT стартап, именно... Хадия ма? Жоқ. Именно мұсылмандарға пайдасы бар, қолданылып жатқан бір стартап. Окей. Білетін сияқтымын деп. Жарайды, рахмет көп. Күшті негізі андай шабыт береді. Бірақ сұрағым келгені, сізді не шабыттандырады, немесе кім? Не шабыттандырады? Негізі былай ғой, мне кажется, бұған дейін, мысалға Google-ға барар кезде, в основном адамдар не істеп жатыр, соны істейсің де. Яғни барлығы Google-ға барып жатыр, сен де барғың келіп кетеді. Навязанный болып кететін сияқты, иә? Я, вот. И уже ол жерде тонко, но бәлкім болуы мүмкін, сен басқа адамдар үшін істеп жатырсың ба деген. Қазір, иншалла, менің ниетім Алла разылығы үшін болғанын қалаймын. Не істесем де, именно Алланың разылығын алуға көмектесетін бір іс болса. Вот, сондай ниет. Яғни, негізі, расымды айтсам, осы 3 проектте оларды табыс шықты. Менің, альхамдулилля, өзімнің накоплениям бар. И соны қолданып, қазір осындай проекттерге кіріп жатырмын. Білмеймін, болашақта олардан табыс бола ма жоқ па, о жағын ойлап жатқан жоқпын қатты. Бірақ та өзім үшін істеп көргім келіп тұр да, менде возможность бар, и сол себепті өзіме бостандық беріп жатырмын. Рахмет көп. Мен тоже жақында ойлағам, егер маған осындай бүкіл волонтерный проекттермен төлейтін болғанда, давно уже миллионер болатын едім деген сияқты. Тербес, көп рахмет жауаптарыңызға.
Жалпы мақсатымыз бен ниетіміз бәрі жаңағыдай айтқандай өте түсінікті болды. Келесі тағы да подкасттар жазамыз деп ойлаймын. Промежуточный результат деп айтады ғой. Соған байланысты мүмкін тағы да өзгерістер болып қалар. Соңғы сұрақ, біздің көрермендерге тілегіңіз немесе кеңестеріңіз болса айтып өтсеңіз. Кеңес жағынан егерде IT саласында болса, ментор табуды кеңес етер едім. Ал менторды қалай тапса болады? Негізі мен айтқанымдай 10-шы сыныпта бастадым ғой. И мен солайынан олимпиадный задачаларды шеше бастағанда бір мезетте уже мұғалім де көмектесе алмайтын болды да, мен сұрақтарыма жауап бере алмайтын жағдайға жеттік. И ол кезде мен өзім іздей бастадым. Ол менің ойымша қалау болса жолын тауып аласың да. Ол кезде ВК болатын. Мен ВК-дан бір олимпиадникті тауып алдым да. Оған жаздым, мен вот Павлодар лицейінің қызымын, олимпиадамен айналысқым келіп жатыр, бірақ та маған ешкім көмектесе алмайды деп. Ол Ақсай лицейдің олимпиаднигі, уже көп Респада бірнеше рет орын алған адамда. Сосын ол қуана көмектесті де, айтты, сен давай күнде есеп шығар, маған күннің соңында сұрақтарым болса жазып тұр деп. Сосын мен оған айтам, осы есепті түсінбедім, мен оның шешімін қарадым, бәрібір де түсінбедім деп. И ол маған түсіндіріп беретін де жазып. И солайынан ол маған ментор болып кетті десем болады. Сосын мысалға жазда мен барып летняя школа по программированию деген болды 10-шы сыныптан кейін КБТУ-да. Мен соған барып қатыстым, ол жерде уже студенттерді көріп алдым да КБТУ-дан. Сосын 11-ші сыныпта мен сол бір студентке жаздым, который бізге лекция жасаған. И айттым, давайте мен Алматыға келейін. Уже сабақ разгар болып жатыр да негізі мектепте. Мен айттым, давайте мен Алматыға келейін, сіз мені үйретіңіз деп олимпиадаға. Сосын сөйтіп мен ағайыма айттым, мұғалімге. Мұғалім, сделайте так, что мен 2 аптаға жоқ болып кетемін деп. Сосын ол түсінді мен не істеп жатқанымды, сосын жарайды деді. Мен Алматыға барып, КБТУ-да олар негізі ACM-ға дайындау үшін студенттерді жинайды да, контест жазады. Мен солармен бірге отырып жазып, дайындалдым да. Сондай өзіме мүмкіншілік жасап алдым. Солайынан іздеп алса болады. Негізі қазір интернетте тауып алса болады адамдарды, оларға жазып, там кеңес сұраса болады. Прям настаивать етсе, типа маған көмектесіңізші, менде осындай четкий цель бар деп. Иншалла, біреуі согласится деп ойлаймын да, мысалға. Вот. И жұмысқа тұрғанда негізі команда қандай тимлид тоже маңызды, өйткені олардан үйренесің, компанияның технологиясынан үйренесің. Ол жағынан мысалға дар маған өте жақсы жақты, өйткені оларда технологиялары прям машалла бар ғой. Вот. И негізі мысалға мен істеген командамда, мен Google-ға кетіп бара жатқанда, менің тимлидім Амазонға кетіп бара жатты. Менің тағы бір менімен бірге стажировкадан өтіп келген қыз бір командада істеген, ол тоже Амазонға кетіп бара жатты да. Яғни ол жерде уже сондай адамдар примерно жүреді де. Вот. Солай. Тағы бір кеңесім тоқтап ойлану десем болады. Яғни істеп бір мезетте тоқтап ойлану. Не үшін, маған ұнап жатыр ма, жоқ па, вообще мен оны істегім кеп жатыр ма, бәлкім ол басқа біреудің мақсаты шығар, мен просто өзімдікі деп примерять етіп істеп жатырмын деп. Сұрақ қою, тоқтап сұрақ қою. Негізі это даже программированияда, проектте де істелінетін зат. Егер де бір затты істеп жатырсыңдар, можно в любой момент тоқтап задать вопрос, вообще это надо деген сияқты. Вот. Think out of the box деген сияқты. Солай. Екі совет. Келесі білмедім, бәлкім былайнанда, пластик именно было бы жақсы, егерде
мақсаттарымыз сол Қазақстанды жақсарту үшін арналған, бір бірімізге көмектесу үшін арналған бір жобалар болса, иә, өзіміздің жағдайымызды жақсарту үшін, болашақ ұрпаққа, балаларға более жақсы мемлекетте өмір сүру үшін өз үлесімізді қосайық деп. Сол, рахмет сізге шақырғаныңызға. Иншалла бір айтқан сөздерімнен біреуге пайдасы болатын шығар. Ойлаймын, что шынымен де пайдалы болады көп адамдарға, көп қазақша сөйлейтін адамдарға, и не только мүмкін қазақша сөйлеуге себепкер де болуы мүмкін подкаст деген сияқты. Рахмет сізге, өте пайдалы болды, өте қызықты болды. Келесі кездескенше сізден рахмет көп уақытыңызға. Сау болыңыз. Ассалаумағалейкум.